Сәлем, менің каналыма қош келдің. Осындай әдемі болып қайтарылатын, тігісі жоқ шалбардың балағын қалай қайтару керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен шалбарды киіп көріп, артығын қайырып, өлшеп аласыздар. Менің осы қайтарғаным 7 см шықты. Енді біз осы 7 см шалбардың оң бетіне сызып шығамыз. Кез келген шалбарға осы әдісті қолдансаңыздар болады. Тігін машинкаңыз болмаса, осы әдіспен қолданып көріңіздер. Шалбардың екі балағына да дәл осылай 7 см-ден ұзын сызық етіп сызып шығамыз. Енді осы сызықтан төмен қарай 4 см сызып шықты. Дәл осылай екінші балағына да сызып шығамыз. Енді осы екінші сызған сызығымыздың бойымен қиып шығамыз. Біз жаңа шалбардың жартысына ғана сызған едік. Енді дәл осыны артқы бетіне де аударып сызамыз. Шалбардың екі балағына да дәл осылай арқасына сызып шығамыз. Екінші балағымызға да дәл солай арқасына сызып аламыз. Сызып болған соң, сол бетіне аударып, жаңағы сызған жерімізге дейін қайырып аламыз. Осы қайырғанымызды үтіктеп аламыз. Екінші балағында дәл солай сызықтың бойымен қайырып, үтіктеп шығамыз. Сызған сызығымыз қалып қоймайды, үтіктеген кезде өшіп кетеді. Керекті жерге дейін қайырып үтіктеп болған соң, клевой матамызды, яғни менде дублерин, ұзын лента қылып қиып алдым. Ширинасы 2-3 см. Жақсылап осының бойымен үтіктеп шығамыз. Жартысы жаңағы қайырған жерімізге, жартысы шалбардың үстіне тұру керек. Яғни дублерин матамыз екеуін ұстап тұру қажет. Дублериннің бір жағы клей болады, екінші жағы мата сияқты. Мата сияқты жағынан үтіктеп басып шығамыз. Ал клей жағын жаңағы шалбарға жабыстыратын боламыз. Бұл дублеринді таққаннан кейін біздің балағымыз қатты әдемі формасын ұстап тұрады. Дублеринді клейі ерігенше көп ұстап тұру керек. Мендегі үтік пар болғандықтан клейі тез еріді. Тігін машинкаңыз болмаса, дәл осылай қалдырсаңыз болады. Ал егерде тігін машинкаңыз болса, дублеринге сенбесеңіз, дублериннің үстінен тігіс түсіріп шықсаңыз болады. Мен тігіс түсірген жоқпын. Видеом пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк